Армысыздар, эфирде Қазақ Ньюс апта, студияда Қасым Аманжол. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Өткен аптаның басты оқиғалары. Өзбек шекарашысы Қазақстан азаматын атып өлтірді. Астанада экстремизмге қатысты мәртебелі жиын өтті. Қырылған киіктердің мүйізін сатқандар ұсталды. Осы және өзге де жаңалықтар апта шолуында. Астана күнін тойлау басталды. Той тондынікі, ас аттынікі ме? Бас қаланың басшылары мейрамға кіріскенде үйі күрелген өзге тұрғындар нендей күйде отыр. Мешітте неке қию үшін қандай құжат керек? Мешітке ниет етіп, неке қиюға келген жандардан енді ресми неке куәлігі талап етілетін болды. Неге? Осы аптада мемлекет басшысы Нұрлы жол және индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыруға арналған индустрияландыру күніне қатысты. Президент жаңа жобалармен және отандық жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен танысты. Сондай-ақ Қазақстанда жасалған атты көрмені аралап көрді. Жалпы ұлттық телекөпір аясында индустрияландыру картасы мен Нұрлы жол бағдарламасының бірқатар жобалары іске қосылды. Жұмыс істеп тұрған өндірістерінің қызметі таныстырылды. Телекөпірде түрлі салалардың басшыларының баяндамаларын тыңдаған президент экономика және бюджетті жоспарлау министрі Ерболат Досаевқа мынадай сөз айтты. Туда-сюда размахиваем, как будто это чужие деньги. Давай следи. Министерство твое называется экономика, экономическое развитие. Значит, экономить надо во всем. Понял? Иә, бұл сөз 1981 жылы Совет одағы Коммунистік партиясының 26-шы съезінде бас хатшы Леонид Брежневтің аузынан шыққан болатын. Экономика должна быть экономной деген сөз сол кезде жаттанды, әзіл, тәмсілге айналғанын ересек буын ұмытпаған болар. Кешегі индустрияландыруға арналған жиындағы алғашқы 5 жылдықты табысты аяқтадық, енді келесі 5 жылдықты қарқынды бастайық деген екпінді бастамалар да сол бір ескірген совет жылдарын еріксіз еске түсіреді екен. Дегенмен біз советтік елде емес, мүлдем басқа заманда, бөлек қоғамда өмір сүріп жатқанымызға күнделікті оқиғалар куә. Осы аптада біршама маңызды жағдайлар, елең еткізерлік жаңалықтар ел аймағында болып өтті. Соларды топтап назарларыңызға ұсынғым келеді. Өзбекстандық шекарашылар маусымның 28 күні кешкі сағат 21:30 шамасында Сырдария өзеніне қайықпен балық аулап жүрген 2 адамға оқ жаудырған. Нәтижесінде қайықтағының бірі сол жерде көз жұмды, ал жанындағы куәгер болса, оқтың негізсіз атылғанын айтады. Біздің бетке өтті, о бетке өтеді, сотталып өлесің қамалды. О бетке айда деді, на бетке өтті. Ақаға естім, атылды. Енді оңтүстік Қазақстан облысындағы Қызыласкер ауылының бүтін бір отбасы қара жамылып, қаза тапқан 36 жастағы Уалихан Ахметовтың артында 7 баласы мен жесірі қалды. Ал араға 2 күн салып, бұл мәселеге қатысты Қазақстан сыртқы істер министрлігі Өзбекстанға наразылық нотасын табыс еткенін жариялады. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекараны бұзды деген күдікпен жалпы Қазақстан азаматтарына қатысты қаулының қолдануы бізге мүлдем біздің саясатымыз бен қағидатымызға қайшы келетін атап өткім келеді. Сондай-ақ апта соңында Болашақ республикалық қозғалысы Өзбекстан президенті Ислам Каримовке қаза тапқан Уалихан Ахметовтың шекараны нақты бұзған, не бұзбағанын анықтап, және шейіт болған азаматтың үйіне қол үшін беруін сұрап, ашық хат жолдап Алматыдағы Өзбекстан консулдығының алдына барды. Виза, да? Ja, мына хат берейік та. Жоқ, бересіз ғой, консулдық. Жоқ, тоқтаса. Хат берейік та. Хат береміз. Хат мәңге емес, паспорт берді. Сен кімсің? Тоқта. Уалихан Ахметовтың өліміне қатысы бар азаматтарды міндетті түрде жазалап, Уалихан Ахметовтың жетім қалған 7 баласына көмек мәселесін қарастыруды талап етеміз. Ал апта басында экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конференцияда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы елдегі жағдайға алаңдаушылық білдірді. Оған себеп Даиш лаңкестік ұйымы екенін айтқан Нұртай Әбіқаев Қазақстан азаматтарының осы ұйымға мүше болып қаза табуына бейжай қарамау керек деді.
В настоящее время Қазіргі уақытта Сирия мен Ирактағы қарулы қақтығысқа 150-ден аса қазақстандық қатысып жатыр. Олармен бірге содырлардың 200-ден аса әйелі бар. Сонымен қатар, сол адамдардың кейбіреуінің рухани адамгершілік ұстанымдардан шатасып, ниеті бұзылып, санасы уланған күйі қайтуы мүмкін. Ал дәл осы лаңкестік қауіптерге байланысты шара қолдану мәселесі де мәжілісмендердің кезекті отырысында талқыға түсті. Депутат Жұматай Әлиев дайыш әрекеттері туралы хабарлар бүкіл әлемді дүрліктіріп отырғанын, сондықтан Қазақстан әлеуметтік желілерге тосқауыл қою керек екенін айтты. Весь мир сотрясает сообщение. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше шамамен 400 азаматымыз отбасымен бірге кетіп қалған. Сондықтан бүгінде бірқатар шараларды қабылдау туралы мәселе туып отыр. Қазірдің өзінде Facebook, ВКонтакте, Mail.ru сайттарын қарап көрсек болады. Онда террористердің парақшалары бар. Ал мамыр айының 10-нан бастап түсініксіз аурудан 150 мыңға жуық киік қырылып жатқанда, Қостанай облысында одан пайда көрем деп мүйіз саудалағандар ұсталды. 35, 36, 37. Бұл әзірге облыста тіркелген 10-шы оқиға. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалуда. Как сообщил подозреваемый, Күдіктінің айтуынша, ол Қостанайда мүйіз жинаумен айналысқан. Ол мүйіздің әр килограмын 50 мың теңгеге бағалап, саудаламақ болыпты. Ұсталған азаматтың гаражы мен сарайынан жалпы салмағы 10 келі мүйіз тәркіленді. Биылғы жылдың мемлекеттік тапсырысындағы гранттар саны анықталды. Осы уақытқа дейін гранттар екі тілге шамалас пропорциямен бөлінсе, биылғы 32.162 орынның 75%-ы қазақ, 25%-і орыс бөліміне бөлінген. Бұл өзгеріс мектеп бітірушілердің үлесі бойынша қазақ мектебін бітіргендер орыс мектебін бітіргендерден басым болуына себеп. Бұл жөнінде білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев мәлімдеді. Сағыныш Назар, Арай Есенбек, Еркеғали Болатұлы, Гаухар Тұрсынбек, Қазақ Ньюс, апта. Бір жұбаныш, бір өкініш. Жұбаныш дейтініміз бұған дейін орыс және қазақ тілді түлектерге 50-50 болып әділетсіз бөлініп келген білім гранттары енді мектеп бітіргендердің үлес салмағына сай 75-25 болып тең бөлінеді екен. Әртүрлі дау соңынан ерсе де, білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповтің қазақ тілді түлектерді бір орынға 30-дап, 100-деп таластырмай, грантқа жолдарын сәл де болса жеңілдеткен осы әрекетін ерлікке балауға болар. Ал өкініш дегеніміз баяғы қазақ-өзбек шекарасы, баяғы оқ ату, өлтіру. Өзбек әскері тарапынан Қазақстанның бейбіт тұрғынын ескертпестен атып тастауы. Оған біздің биліктің әншейін қарсылық нотасынан артық қимылға бармауы. Тіпті жай уақытта мәртебелі есімдеріне қаратып артық сөз айтылса, шабына шоқ түскендей тулап, сотқа жүгіретін парламент депутаттары шекарада оққа ұшқан 7 баланың әкесі Уәлихан Ахметовке жандары ашып бір ауыз қорған сөз айтуға жарамады. Неге? Президент осы өткен аптада орталық телеарнада эксклюзивті, яғни аса ерекше деп жарнамаланған сұхбат фильмде ел алдына шықты. Өткен күндерді еске ала отырып, бастан аяқ тек орысша айтылған сол сұхбаттан бір үзік ұсынайын. А почему забыли люди, что я посадил отца моих 3 внуков? Думаю, это они со слезами ко мне не приходили вместе с матерью? Приходили. Думаете, я не переживал? Конечно, переживал. Но когда видел, что это явно, что это просто сверхфон, я не остановился перед этим. Родственники собирались, уговаривали. Все, ты в твоих же руках, что тебе стоит, закрыть и так далее. Әрине, өз күйеу баласының үстінен іс қозғатуға рұқсат берген президенттің ол ісі үлкен ерлік болғаны рас. Қанды қылмысты жауып тастауға шын қаласа құдіреті жеткендігін сездіруі де бүгінгі құрылған саяси жүйенің диагнозындай екен. Аз уақытта еліміздегі көп мемлекеттік мейрамның бірі Астана күні тойланады. Бас қаладағы мейрам алды дайындықтар мен кейбір қайшылықтар жайында астаналық тілшілеріміз жасаған материалдан көріңіздер.
Елорданың 17-ші туған күні ресми түрде бүгіннен бастап тойлана бастады. Осы тойды өткізу үшін ұйымдастырушылар ай бұрын қамданды. Енді шілденің 6-сына дейін қалада 70-тен астам мәдени сауықтық шара өтіп, оған 500 мыңнан астам адам тартылмақ. Жылдағы дәстүр бойынша мұнда шетелдік жұлдыздар да келген. Олар қатысатын мерекелік концерттер үлкен залдарда өтеді. Ал алаңдар мен саябақтарда мәдени сауықтық шараларды тамашалау тегін. Алайда таяуда баспасөз мәслихатын өткізген әкімдік өкілдері мерекеге қанша қаржы жұмсалатынын айтпады. Учитывая все исходящее. Біз жергілікті бюджеттің қала күніне кеткен барлық шығыстарын есептейміз. Ол мерекеге атсалысып жатқан шағын және орта бизнестер үлесімен қоса нақтыланады. Сондықтан қанша қаржы жұмсалғанын мерекеден соң айта аламыз. Бұл мерекелі күннен Астана іргесіндегі Шебіс-Класс саяжайының 1000 жарымдай халқы да сый күтеді. Олардың үйлері тұрған аумақ мемлекет қажеттілігіне керек деп танылған. Тұрғындар мейман жұлдыздардың концертін тамашалаудан емес, өздерінің қазір тұрып жатқан үйлерін заңдастыруды қалайды. 5 айдан бері баспана дауынан басы қатқан олар әкімдік тек мәдени сауықтық бағдарламалармен шектелмес екен дейді. Бірінші проблемамыз біздің баспанамыз. Бірінші орында. Біздің осыған қарай, осы Астана күніне қарай, біздің қанша жылдан бері тұрып келе жатқан халқымызға бір көңілді сыйлайтын біздің документімізді реттеп, сіздерге мінекей мына жерден үй беріп жатса, біз оған қуаныштымыз. Жағдайымызға көмектесіп жатса, мемлекет та, біз оған қуаныштымыз. Ондай шарадан біз қалмаймыз. Если басымызда осындай қиындық жағдай болып тұрса, осы Астана қаласының туған күніне біз қалай қатысамыз? Еске сала кетсек, осы саяжайлықтар биыл қала әкімдігіне барып, бірнеше наразылық акцияларында ұйымдастырған болатын. 5 жылдан бері бас қалада жыры бітпей келе жатқан баспана дауы елорданың қақ ортасындағы Махаббат тұрғын үй кешені тұрғындарының да басында бар. Мереке қарсаңында олар Қазпошта арқылы Қазэкспорт Астық Агро фирмасы компаниясының басшылығына хат жолдады. Себебі кешенге қожайын бұл компания ондаған отбасына пәтерлерді босатыңдар деп талап қоюда. Халық болса басшылықтан төлем жасауды 10 жыл мерзімге созуды сұрайды. Аренда жило емес, бұл бәле жило болып жатыр. Спорный жило. Осы үйге мен где-то бір 15-20 мың доллар почти құйып қойдым. Парикмахерге балам, парикмахер ашам деді, үй салам деді, соған міне почти 3 миллион ақша қойдым. Бар малымды, үйімді сатып келген ақшамды бәрін осы жерге қойдым. Егер сондай осы үй спорный болмағанда, мен давно сол жерден участок сатып алып 4000-5000 доллар. Үйлі жайлы боларым. Міне барлық извреждением бәрі құрттым осыман. Мен сияқты осы қара халықтың бәрі осылай құртып отыр. Қайда барады олар? Астана күніне орай бас қосқан сәулетшілер күн санап қарқындап өсіп келе жатқан қаланың кескін келбеті мен алдағы құрылыс жұмыстарын сөз етті. Болашақта балама энергия көздерінен қуат алатын зәулім үйлерден тұратын Астананы көреміз дейді. Сәулетшілер ЮНЕСКО елорданы әлем қаласы деп мойындағанын, орталық Азияның жауһары деген атқа лайық екенін айтып масаттанды. Біздің осы мақтанышымыз Астана өзінің ғимараттарымен, зәулім үйлерімен тек қана бізді ғана емес, осы қонақтарымыз жаңа шетелден келген қонақтарды таңғалдыратындай деңгейге жетті. Махаббат тұрғын үй кешенінің жас тұрғындарына әдемі әрі биік ғимарат емес, қуықтай пәтер арман. Орындалмастай көрінген сол армандарын олар қағаз бетіне бедерлеуді әдетке айналдырған. Әуелде пәтерлердің иесі оларға баспананы алдымен жалға алып, кейіннен сатып алуға болады деп келісімге келеді. Меншік иелері осыдан 4-5 жыл бұрын пәтердің әр шаршы метрін $900 сатып алу туралы ұсыныс жасайды. Сол кезде мүмкіндігі болмаған жұрт компания ұсынысымен қазір келіскісі келеді. Бірақ енді пәтер иелері ұсынысын қайтып алған. Бұл дау тағы да шықпау үшін біз бүгін телекамера бар, видеокамералардың көзінше бұндай флешмобты жасап отырмыз. Яғни ертең 7 күні Сарыарқа аудандық сотының отырысында біз судьяға бұл видеозаписте, бұл бейне жазбаны көрсетеміз. Әзірге бізге пәтерден шығару бойынша сотты біз тоқтайық деп, өйткені келісім шарт бойынша механизмдері әлі толық қамтылмаған деп айтамыз. Азаматтық процесстік кодекс бойынша бұл сотты біз уақытша тоқтатамыз.
Мерейтой қарсаңында антикептил қоғамдық қозғалысының белсенділері де дөңгелек үстел өткізді. Олар шындық деп аталатын экспедиция ұйымдастырып, киікті жаппай қырылған Қостанай облысының Арқалық, Амангелді, Жангелдин аудандары мен Ақтөбенің Ырғыз ауданына дейін барып қайтқан. Ол жерлерде мыңдаған киік, жүздеген малдың қырылуынан бөлек, экологиялық апат салдарынан халықтың жүрек талмасы мен түрлі ісік ауруларына шалдығып жатқанын өз көзімізбен көрдік дейді. Айтуларынша, ауыл жағдайын ойлайтын жергілікті әкімдер де байқалмаған. Протонның құлауының, әскери қарулардың сынағынан зардаптарды кім анықтайды? Оған біз неге осының бәрін анықтамайсыңдар десек, қаржы жоқ, бізге қаржы қарастырылмаған деген әңгіме айтады. Неге осындай бір түкке қажет емес бір имидждік жаңағы шараларға миллиондап, миллиардтап ақша салғаннан гөрі, неге біз халықтың денсаулығына, ертеңгі болашағымызға соларға неге жұмсамасқа? Біз осыны билікке әлі де осы уақытқа дейін айтып келе жатырмыз, айтамыз және айта береміз. Қалай дегенмен Астананың айтулы мерекесі дәстүрден жаңылмай биыл да атап өтіледі. Ал халық тойдан өзге әлеуметтік мәселелер шешімін табуы тиістігін айтады. Олар жақсы күнді тойлай білгендер жалпы жұртты да ойлай білуі керек дейді. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Дидар Назарбаев, Қазақньюс апта, Астана. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Астаналық баспанасы күрелгелі тұрған жұрт, индустрияландыру мен 5 жылдықтар жеңісін қанша ұқтырсаң да түсінбес. Түсінуге ықыласы да болмас. Ақылы кем, санасы төмен болғандықтан емес әрине. Басқа уайымы басымырақ болғандықтан. Өткен аптаның ең басты оқиғасы деп хабарымыздың ортасында үзіндісін көрсеткен президенттің сұхбат фильмін атаған жөн болар. 1 сағаттық сұхбатта ел басшысы партиялардың бәсекелестігін арттыру керек, парламентке құзырет беру керек деген ойларын қайталады. Мемлекет басшысының сұхбатына орай саясаткер Әміржан Қосановпен әңгімелескен едік. Сұхбатқа назар сала отырыңыздар. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы саясаткер Әміржан Қосанов. Әбіке, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Қазақ-өзбек шекарасында тағы да оқ атылды осы аптада. Біздің Қазақстан билігінің осыған байланысты әрекетіне көңіліңіз тола ма? Кеше естідім, ресми өкілі мәлімдеме жасаған болды. Бірақ меніңше жалқы нәрсе бар және жалпы нәрсе бар. Жалпы мына қолында қалтасында мемлекеттің төлқұжаты бар кез келген азамат, кез келген мемлекеттің сол мемлекеттің қорғауында екенін сезу керек. Ол өзбек шекарасы ма, Ресей шекарасы ма, немесе Австралия, Америкада жүрген қазақ па, мәселе онда емес. Сондықтан меніңше бұл жерде мәселенің екі жағы бар. Біріншіден, әрине түпкілікті зерттеу керек. Ол азамат шекарадан өтті ма, өтпеді ма, екі түрлі пікір айтылып жатыр. Ол жалқы нәрсе. Ол бәлкім бір осы таяуда екі жақ бірігіп, бірлесіп зерттейтін нәрсе шығар. Жалпы нәрсе, жалпы біздің Қазақстанның шекарасының жағдайы. Ол шекарада егерде қазақтың екі азаматы судан аттап өтіп кете алатын шекара болса, қандай кепіл бар? Қытай не өзбек не ауғандықтар біздің ол шекарадан өтіп жатқан жоқ деп. Сондықтан дәл қазір айтқанда осы оқиғаға байланысты Қазақстан билігі кез келген жағдаятта өзінің азаматының басқа мемлекеттермен шекарада болсын, шекарадан тыс болсын қарым-қатынасында белгілі бір оқыс оқиғаларда мемлекетінің, өзінің өкіметінің, билігінің қолдауын сезу керек. Әзірше бүгінгі жағдаятта бір ресми өкілдің теледидардан сөйлеп ешкімге көп әсер айта қоймайтын пікірін мен Қазақстан мемлекетінің қазір қайғылы қазаға ұшыраған азаматына толық қолдау көрсетті деп айта алмаймын. Біздің сыртқы істер министрлігі тек қана наразылық нотасын ғана жолдады. Жалпы осы наразылық нотасы жеткілікті ме дәл осындай әрекет кезінде? Енді қалай болу керек әрекет? Әрекет меніңше қазіргі таңда әрекет осы оқиғаны бар жан-жағынан зерттеп, тергеу жұмыстарын жүргізіп, кім кінәлі, бірінші шекараны бұзды ма, бұзбады ма, бұзса да ол азаматқа алдын ала ескерту жасап,
ең болмаса аспанға оқ атып білдіріп жаңағы шекара бұзуды тоқтатуға болатын еді. Қазақстан шекарашылары өзбек азаматтарын атыпты деген ақпаратты естіген емес? Естіген жоқпыз, естіген. Әлде жабық па бұл тақырып? Мүмкін біздікілер атқан шығар. Ондай қазіргі ғаламтор жағдайында мүмкін онда оқиға болса. Мен өз басым естіген жоқпын. Мысалы, сіз естідіңіз бе? Қазақстан шекарашысы өзбек азаматын атып деген. Бұл менің білуімде, осы қазір журналистік тәжірибемде үшінші оқиға болу керек. Қазақстан азаматының өлтірілуі. Тұтқынға түскендер, ұстап әкетіп апарып, ондап 20-лап КамАЗ айдаған, жүк көлігін айдаған адамдарды ұстап, кепілде ұстағандай жағдайлар ол және бар. Ал ату оқиғасы осымен үшінші. Меніңше, жаңа сіз айтқан сұраққа жауап. Тіпті шекара бұзған жағдайда атуға бола ма жалпы өзі? Шекара бұзған жағдайдың өзінде де оны атпай-ақ ол бұзуды тоқтататын жағдаяттар бар, оның формалары көп. Бірақ қазіргі таңда меніңше қазір қоғамда орын алған наразылық, осы оқиғаға байланысты келіспеушіліктің одан әрі ұзаспауы үшін меніңше қазір сол оқ атқан өзбек шекарашысын, егер де ол шынымен де біздің Қазақстан азаматын басқа да тәсілдері болып тұрып, ең соңғы тәсілге барғаны болатын болса, онда біздің Қазақстан үкіметі өзбек үкіметінен талап ету керек. Оны жазалап, жауапқа тартылып, керек болса мына өзінің жаңа отағасынан айырылған отбасына дейін нақты материалдық көмекке дейін шешу үшін осының бәрін үкімет шешу керек. Кейбір адамдар әлеуметтік желіде Өзбекстанмен арадағы шекараны жабу керек, гастарбайтерлер еліне қайтару керек, сауда-саттық байланыстарында қысым жасау керек деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Мысалы, біз Өзбекстаннан өте көп мөлшерде азық-түлік, оның ішінде көкөніс аламыз мысалы. Егер оларды біз тоқтататын болсақ, Өзбекстан шынында да қиын жағдайда қалуы мүмкін белгілі дәрежеде. Осындай дәрежедегі бір мемлекеттік бір күшті байқататын кезең бе бұл? Басқа мемлекеттерде қалай болар еді мысалы? Басқа мемлекеттерде, егер де азулы мемлекеттерде бір азаматы шетелде белгілі бір жағдайлармен қаза тауып, шетелдік биліктің, шетелдік әскерилердің қолынан қаза тауып атса, қаралы күн жариялап, үкімет басшылары сол отбасына өзінің көңілін айтып жатады. Ол моральдық тұрғыдан өте дұрыс нәрсе. Сондықтан әрине жаңағы Өзбекстанға қарсы экономикалық санкциялар, кедергі жасау, ол меніңше дәл қазіргі таңда ол қажет емес шығар. Бірақ мінез көрсету, мынау біздің азаматымыз, бұның артында да сұраушы билік бар дегендей қадам жасалу керек деп ойлаймын. Ал осы өз азаматын қорғамау деген бұл мінез, бұл қайдан шығады? Бұл ненің билікісі? Мәселен, ақш паспортын ұстаған азамат әлемнің қай түкпірінде жүрсе де ол ақштың қорғауында болады. Қазіргі таңда сондай қамқоршы болатын биліктің өзінің түпкілікті конституциялық, керек десеңіз моральдық міндеттерін ұмытып кеткен деген сөз. Өйткені бұған дейін де солай жағдай болған, қатты айтты демеңіз, жаңа өзенде өз халқына оқ жұмсаған билік өзбек шекарасында оқ қошқан азаматқа жаны ашып, қазір барлық шаруасын тастап сол айналысады дегенге мен сенбеймін. Сондықтан біздің биліктің басында отырған шенеуніктерді моральдық құндылықтарға шақыру ол меніңше жеткіліксіз, керек емес. Ол біздің шенеуніктер жоғарыға қарап үйреніп қалған, екі сөзінің бірі елбасының тапсырмасы бойынша жұмыс істеп жатырмыз деп жатқан. Сондықтан бәлкім осы іс-қимылды президенттің өзі бастау керек шығар. Бәлкім Ислам Акаға звондап хабарласып өзінің пікірін білдіру керек шығар. Түркия президенті ата-аналар жиналысына шақырып хат жазған кішкентай баланың жиналысына, мектептегі жиналысына барды, жетім баланың жиналысына барды мысалы. Осындай бұл бір пиарға да айналу мүмкін ғой, мысалы президент үшін үлкен бір ұпайды жинайтындай сәттер ғой бұл. Мысалы қарапайым бір азаматты егер қорғап шықса президент, халқының алдындағы беделі де өсер еді ғой. Мысалы мынандай оқиғаға байланысты әрбір қазақты жаңағы жүрегіне жетіп отырған оқиғаға байланысты сыртқы істер министрін ешкім танымайтын өкіл емес. Ал егер Ақорданың баспасөз қызметі бүгін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Өзбекстанның президентіне телефон арқылы хабарласып, шекарадағы орын алған жағдайға байланысты өзінің алаңдаушылығын білдіріп, Ислам Каримовтен осы тергеуді жан-жақты жүргізуін өтінді деген екі сөйлем, ол халықтың көңіліне де жағады, көптеген болып жатқан қазіргі үлкен ашулы процестерді тоқтатады. Президенттің имиджін де көтерер еді? Бір сөзсіз. Мүмкін осы үкіметтен, биліктен талап ете алмай жатқан азаматтық қоғамның әлсіздігінен шығар бұл? Бұл мен үшін өте ауыр сұрақ. Өйткені қаншама жыл қаншама жыл билікке сын айтып жүрген, әртүрлі оппозициялық құрылымдарда жүрген азамат ретінде маған бұл ауыр сұрақ. Бірақ енді шындығын айту керек, ауруын жасырған арам өледі дейді.
бәлкім болашаққа сабақ болу үшін шынымен де қазір Қазақстанда қоғамды елең еткізетін, қоғамның алаңдаушылығын туғызатын белгілі процестерге, оқиғаларға байланысты жан-жақты бірігіп, бірлесіп пікір айтатын бізде ондай азаматтық қоғамның мінбесі ұйымы жоқ. Осы аптада президент халық алдына шығып ашық сұхбат берді. Және сұхбатында ол өзінің отбасы мүшелерін, достарын ауызға алып, оларға бір ескерту жасағандай болды. Бұл елде жемқорлық мәселесіне байланысты бір ерекше адамдар болмайды, барлығына да қатал әділетті жаза болады дегендей бір қатаң бір сөздер айтылғандай болды. Жалпы сіз президенттің осылайша бір сөз ләміне сенесіз бе? Соңғы 2 жылдың аумағында өкінішке орай біздің президенттің сөзі бір-біріне кейде кереғар болып кететін болды. Яғни экспромт дейді, аяқ астынан дейді. Аяқ астынан сайлау өтеді, аяқ астынан бір бағдарлама пайда болады, аяқ астынан ешкім 100 адам талқыламай-ақ 100 адам шыға келеді. Сондықтан қазір экспромт көп біздің президенттің қазіргі саяси тәжірибесінде. Ал осы әңгімені мен соның бір жалғасы ретінде қараймын, өйткені сөз жоқ. Президенттік таққа отырған кезде 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы осы сөзді айтқанда, және тек қана оны теледидардан емес, кешке таман өзінің отбасымен шай ішіп отырып, айналайындар, маған ұят келтірмеңдер, менің сыншым көп, менің дұшпаным көбейеді, мен мына бүкіл отбасының емес, отанның қамқоршысы болуым керек. Сендер мені ұятқа қалдырмаңдар. Әрқайсың өздерің таңдап алған мамандықтармен жұмыс істеңдер. Ешкімді ренжітпеңдер. Әсіресе мына қатарластарымен жақсы болыңдар. Десе, ол жоқ, айтып қана қоймай, оны іспен бекітсе дейсіз. Іспен бекітсе. Өйткені ол сол сөз жүзінде қалады. Өйткені бұл жерде артық айтпай-ақ қояйық, бірақ Қазақстан қоғамында мәселе Рахат Әлиевте ғана емес. Мен байқап отырмын осы хабардан, кешегі хабардан. Сол Рахат Әлиевпен ғана аяқтағысы келіп тұр. Яғни мен міне Рахат Әлиевті... Рахат Әлиевтен басқа да балалар бар ғой. Иә, отбасы келсе де мен соны осындай құрбандыққа шалдым, туған күйеу балам болса да деп тұр. Мәселе онда емес. Қазақстанда, қоғамда оны ашық айту керек. Президенттің өзінің отбасының басқа да мүшелеріне деген көңіл толмаушылық бар. Сыпайы айтайық. Алаңдаушылық, наразылық бар. Соңғы уақыттарда президент парламентті күшейту туралы да айтты. Және мына отбасына байланысты да осындай өзінің ашық ойларын айтты. Жалпы осы сөздердің барлығы іске айналуы үшін біздің елімізде бір азаматтық қоғам, бір белсенді қоғам мүшелері не істей алады және не істеу керек деп ойлайсыз? Егер де қазіргі президенттің маңайында жүрген топтар, ықпалды топтар, бірнеше топ, олардың әрқайсысы өзінің өкілін екінші елбасы ретінде көргісі келеді. Әрқайсысы өзінің өкілін ертең парламент, үкіметтің, соттың басшылығында көргісі келеді. Ол бір тартыс болып жатыр. Сондықтан ондай қадамға, яғни президенттік өкілетті парламентке, үкіметке беру арқылы 3 тармақтың тепе-теңдігін жасауға президент бір ғана жағдайда барады. Яғни ертең сол шынымен де өзінің маңайындағы ықпалды топтарды тыныштандыру үшін. Яғни міне сенің өкілің екінші елбасы, сенің өкілің парламенттің спикері, сенің өкілің ең басты партияның басшысы, яғни премьер деген сол тұрғыда барады. Өкінішке орай дәл қазір азаматтық қоғам, оппозициялық күштер дейік, тұлғалар дейік, ондай жасайтындай ықпалды жағдаят жоқ. Сондықтан не істеу керек деген сөз, ол баяғы ұран сол ұран болып қалады. Яғни қазіргі Қазақстан азаматтық қоғамында билікке балама айтатын ұйымдар мен тұлғалардың өзін анықтап алуымыз керек. Өйткені қазір біреуді оппозициялық дейді, біреуді сатылып кетті дейді, біреу үндемей қалды дейді. Ол бір халықты алдаудың керегі жоқ. Екінші мәселе, сол күштер мына ішкі жеке амбицияларын ысырып тастап, өзінің жағдайын кім төраға болады, кім басшы болады, кім жаңа кеңестің жетекшісі болады деген сөз емес. Халықтық тұрғыда бас қосу керек, бірлік болу керек. Егерде біз бірлесіп, бір-бірімізді толықтырып, 10, 20, 30 тұлға, ұйымдар республикалық тұрғыда бірігетін болсақ, төмен жақты халық соны күтіп отыр, ол үлкен бір қауқарлы күш болады. Мен өзім шын айтсам әріптестерім соған шақырамын, өйткені алда бізде парламент сайлауы келе жатыр. Және де ойламау керек, президент сайлауы өтті, енді әлі пәленше жыл бар деп. Оқиға бір күнде өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан билікке балама пікір айтатын күштер, тұлғалар бірге болу керек.
Рахмет әңгімеңізге. Осындай ашық сұхбаттарыңызды жиі беріп тұрыңыз. Жақында еліміздегі бір интернет сайтта халяль проституция по-казахски деген тақырыппен мақала жарияланды. Қасиетті Рамазан айында басым халқы өзін мұсылман санайтын елде мұндай тақырыппен мақала жариялау, жұмсартып айтқанда арандатушылық. Халал деген исламдық ұғымды және ұлттың аты қазақ деген сөзді жезөкше сөзімен қатар пайдаланудың артында қандай саясат жатқаны бізге түсінікті әлбетте. Шағыстыруға еретін жұрт әзірге табыла қоймас деп үміттенеміз. Алайда осы мәселе, яғни кейбір діни топтар арасында пәленбай рет діни некеге тұрып, сосын пәленбай рет талақ тасталған әйелдер туралы қазақ бақтары көп жазды, талай мәрте көрсетті. Енді мемлекеттік билік мешіттегі молдалардан ресми орындардың неке куәлігінсіз діни неке қимауын талап ететін болды. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Бірінші қалаға келген кезінде, сол кезде тұрған кезінде бүкіл мұсылмандар бірдей деп ойлайтынмын. Айсұлу өзінің тағдыры жайлы айтқанда көзіне еріксіз жас алады. Намаз оқып, жабық киініп, әйел бақытына асықтым деген қыз өмір бойына жүрегіме жазылмастай сызат түсті деп қамығады. Халифат орнату керек дейді. Жаңағыдай нәрселер не деді, кафирі деді. Егер де Құдай бетін арғылсын, бала ойықты тәрбиеленсе, ол түсінікті да, уже қандай бала тәрбиелейтін. Өкіметке қарсы сондай бала тәрбиеленетін анықтады. Айсұлу орта білімнің құжатын ала салып, аудандық мешіттегі имамға тұрмысқа шығыпты. Шариғат бойынша некесін қидырған ол талақтың құрбаны болдым деп налиды. Себебі күйеуі екінші баласы дүниеге келгенде талақ сөзін үш рет айтып, басқа әйелді шаңырағына кіргізген. Келесі мұсылман әйелі осындай жағдайға душар болмаса екен деймін. Елімізде Айсұлу секілді дін жолында жүрген жанның етегінен ұстап, 4-5 рет күйеуге шығып жатқан аруларымыз қаншама. Олардың сөзінше, Алматыда намаз үйренеміз дегендер аптасына 1 рет бас қосып тұрады екен. Сол ортадағы кеңес шәпкелер иманы берік жігіттерге ертерек тұрмысқа шығу керек деген ақыл кеңестерін айтып отырады. Тіпті таныстырып некелерінде қиып береді. Ал діншіл көрінетін әлгі азаматтар әйел біткенді өзінің ойыншығы көріп, талай қыздың өміріне балта шабуда. Развод дозволен Аллахом, но в крайних случаях. Ну, вообще, по Корану Аллах дозволил 4 жен. Перспектива ақпараттық кеңес ұйымының мүшесі Елена Бурова діни сауаттылығының аздығынан сан соғып қалған қыздар арыз шағымдарын арқалап ұйымға көп келетін айтады. Алданғандардың арасында жүкті болып жатқан әйелдер тіпті балаларының әкесі кім екенін білмейтіндер де бар екен. Нашу организацию обращались и обращаются женщины. Біздің ұйымға келіп көмек сұраған қыздар болды, және қазір де бар. Саны өте көп. Олар талақ ұғымын дұрыс түсінбей алданып жатады. Заңды неке құжаттары жоқ. Тіпті балаларын да күйеулері алып кетеді екен. Мұндай жағдайға душар болған әйелдер әсіресе Батыс Қазақстан мен Алматыда жиі кездеседі. Соңғы уақытта ислам шариғатын бүркеніп, кері уағыз жүргізіп жүргендердің кесірінен жастардың жасырын түрде мұсылмандық некеге тұруы жиілеп кеткені жасырын емес. Тіпті елімізде ажырасқандардың саны некелесушілерге қарағанда 2 есе көбейген. Ахат органдарының дерегі бойынша 2015 жылы қаңтар-мамыр айларында 30.300 неке қиылды. Ол өткен жылғы көрсеткіштен 4,1%-ға төмен. Ал ажырасқандардың қатары 12.000-ға жетті. Ол өткен жылмен салыстырғанда 3,4%-ға жоғары. Осы аптада Мәдениет және ақпарат министрлігі Дін істер комитеті некені тек ахаттан, яғни некенің заңды құжаты тіркелгеннен кейін қию талабын күшейтті. Енді дін өкілдері бас қосқысы келген жастардың заң жүзінде ерлі зайыпты болуын сұрамақ. Жалпы біздің мешіттерде діни басқармаға қарасты бүкіл мешіттердің барлығында бұндай ешқандай бір не жоқ. Жаңылдегі қол ұстасып келсе, неке қиып бере салатын имам жоқ. Өйткені мешіттің өзінің шарты бар, талабы бар, діни басқарманы бекітіп берген. Сол талаптарға сай неке қиылады. Ал имам сөзінің қаншалықты рас екенін қаламыздағы мешіттердің біріне кіріп білдік. Жеке куәлік керек, ер мен әйелдің, 3 куә керек, ата-аналар болса басқа. ЗАГСтың қағазы болса, ол болмаса келе береді. Ал ЗАГСтың қағазы болмаса келе береді. Келе береді ме? Бола береді ғой.
Өкініштісі зайырлы мемлекет болғанымызбен отау құрғысы келген жастарға мешіттегі имамдар неке куәлігін әлі де ешқандай шартсыз ұстата береді екен. Ал өзін дін жолында жүрміз деп есептейтін жастардың пікірі тіпті кереғар. Мұсылмандарда 4 әйелге дейін рұқсат қой. Ал ол 4 рет ЗАГСке қалай тұрады? Мысалға, 2-ші әйел, 3-ші әйел алатын болса. Менің ойымша қажет ештеңесі жоқ. Егер тек қана Аллахтың алдында некелерін қидырса, сол жеткілікті емес па? Жеке куәлік болу шарт па ЗАГСте? ЗАГСте керек емес. Главный мешіттен Аллахтың алдында халалда болсаңыз болды ғой. ЗАГСтағы қағаз керек емес. Көбісі қазір неке жасайды да, и болды. Содан кейін ажырасады да, болмайды да олай. Негізі үйленсе ол тұру керек қой. Они осылай үйленеді да, ешқандай документ жоқ болады да олардың. Ал дінтанушы Серік Тәжібаевтың сөзінше, дәстүрлі исламда талақ деп бір ауыз сөзбен ажырасу дұрыс емес, тіпті күнә екенін айтады. Ал мешіттегі имамдардың қойылған талапты орындауы исламның радикал ағымдарының әрекеттеріне араша болады дейді. Ең бір түпкі мәселеде ғана талақ. Сондай жаңағыдай бір қылмыс жасап болған жағдайда немесе сол талақты лайықты болған жағдайда ғана айтылады. Ал былай ұнамай қалып, ол жаңағыдай әйелінен кішігірім жаңағыдай бір проблемасын іздеп, бір түйін іздеп, ажырасудың амалын іздеген, ол ешқандай да ол дінде де, қоғамда да бабаларымыз да ондай жасамаған. Дінтанушылар мұндай жағдайлардың алдын алуына шаралар қабылдануы қажет деген пікірде. 10-15 жылдың ішінде бұл үрдіс Қазақстанда белең алуы мүмкін екенін айтуда. Сондықтан олармен мемлекеттік деңгейде күресу керек дейді. Ал амалдары таусылған, тәлкек болып талаққа ұшыраған бикештер өз тағдырларын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялап, арнайы ұйымдардан көмек сұрауда. Сымбат Ғалымбекұлы, Сержан Жиренбай, Дәурен Әбіш, Ақботан Нүсіпбекова, Қазақ Ньюс апта. Бұл материалдың шын исламды тұтынып, иман іздеуді мақсат тұтқан мүмін бауырларға мүлдем қатысы жоқ әрине. Сондықтан қасиетті Рамазан айында ұлық оразаның сауабы туралы қарапайым ауыл молдасының шағын пікірін ұсынғым келеді. Бүгін студиямызға Алматы облысы Молалы ауылының бас имамы Нұрланбек Қален келіп отыр. Нұреке, қазір мынау қасиетті Рамазан айы, осы айдың сауаптары, осы айдың бір халыққа, елге, мұсылман баласына бір маңыздылығы туралы бір қысқаша айтып өтіңізші. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, мұхтарам жамағат. Бұл жаңағындай тек ораза дегеніміз ол ішіп жеуден ғана тыйылу емес. Бұл жаңағы бүткіл әлеуметтік экономикаға да, қоғамға да үлкен үлес, бұл үлкен бір кәдімгідей кіріс саяси жағынан тұрғыдан қарасақ та. Ал енді ораза дегеніміз ол жаңағындай бұл айдың ерекшелігі, бұл айда фитр садақа беріледі. Бұл айда жаңағындай тарауих намаз оқылады, 20 ракағат сүннетіл муаккада дейді, ұлық сүннет, пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам оққан. Бұл айда сонда қайырымдылық шаралар жүреді. Бұл айда жаңағындай ерекше жаңағындай шама кесе ораза тұтпаған адамдар, оразадан тыс қалған адамдар, ең құрмағанда осы айды құрмет көрсетіп, осы айдың жаңағындай мейман ретінде он айдың патшасы едік қой, жаңағы осы айда жаңағындай сый сияпат көрсетіп, той томалақтан және де басқа жаңағындай харамнан, дұрыс айтасыз, харамнан келген, мысалға үйіңізге келген мейманды жақсы күтіп жүресіз ғой. Мысалы, неше жылда үйіңізге келмей, бір сағынышпен келіп, үйіңізге келгенде ағайым деп, туысқаным деп келгенде ол кісіге біз жат қылықты көрсетіп, ол кісі ренжітсеңіз қапы болып кетеді ғой. Нұреке, өз ауылыңыздағы қазіргі мынау осы Рамазан айындағы жамағаттың көңіл күйі қалай, тарауих намазы қалай, елдің ықыласы қалай осы қасиетті айға деген? Құдайға шүкір, енді ниетті, енді біз енді қазақпыз ғой, біз енді бұл айда жаңағында айт деген болады, білесіз, өзіңіз ежелден қанға сіңген енді дәстүр едің ғой біздікі енді. Соны енді айтшылап, бір-біріне жаңағында тарауих намазына барып қатысып, ауызашарға шақырып, уағыз тыңдап, шариғат үкімінен, хадистен, Құраннан деген сияқты. Онда жамағаттың бет алысы пейілі жаман емес, Құдайға тәубе. Онда мынау осы ауыз бекіткен ағайындарға немесе әртүрлі себептермен ауыз бекіте алмаған, бірақ ниетті жұртқа бір ауыз тілегіңізді айтсаңыз. Әлбәтте тілегім жақсылық болсын, елерге саман болсын. Мен ораза ұстай алмаған, осындай қасиетті күндерге жете алмай қалған бір себептермен болады ғой. Әр адам баласы болғаннан кейін әртүрлі себептер болады. Соған байланысты осындай ұлық күндерге жете алмаған Алланың құлы Мұхаммедтің үмметтеріне жарайында Алла тағала енді келесі жылғы амал-есен жүздесуге ұстауға нәсіп етсін деген біледі.
Жаңағындай көптеген адамдар, науқастағы адамдар қазір өзі жағдайы мүшкіл адамдар деген сияқты сондай адамдар қатарымызға қосылып, қатарымыз көбейіп, мұсылманның Қазақстанның туын желбіретіп, жақсылықпен жүздесуге Алла тағала нәсіп етсін. Айтқаныңыз келсін, дұғаларыңыз, енді осы қасиетті айдағы дұғаларыңыз әсіресе қабыл бола берсін. Иншалла. Рахмет. Рахмет сізге. Қазақ Ньюс апта бағдарламасы аясында мен сіздермен 10 айға жуық осы студияда сенбі сайын кездесіп келем. Бағдарлама ұжымы хал-қадеріміздің жеткенше жұмыс жасаудамыз. Адамшылығымыздың жеткен жеріне дейін адал, әділ болуға тырысудамыз. Білім-білігіміздің деңгейінде сараптауға ұмтылудамыз. Енді ел аман, жұрт тыныш, ісіміз сәтінде жоспарымыз орнында болса, тамыз айының соңында қайта кездесеміз. Таңнан ажырамаңыздар, келесі телемаусымда амандықпен жүздескенше.